Орта Азияның 5 диктаторы Нью-Йоркқа келіпті. Байден шал 5 диктаторды айналасына отырғызып сұхбат жасатты. Былайғы жұрт көп нәрседен үміттеніп қалды. Байденмен кездескенде бұл диктаторлардың барлығы дерлік памперс киіп алғанына еш күмәндарыңыз болмасын. Олардың барлығы біліп отыр. Байден дәл қазір оларға ауыз салмайды. Бірақ анау мынау десе аямайтын да біліп отыр. Басқасын білмеймін. Тоқаевтың өзі өңі қашып, жүзі сұрланып. Кәдімгі төсекке сиіп қойған бала құсап, оның өзінде де төсекке сиіп қойған ересек, ақыл тоқтатқан бала құсап қорқып отырды. Бірақ жұрттың бәріне бір нәрсе екі бастан анық. Біз бұл сөзімізді баяғыда да айтқан болатынбыз. Американың Орта Азияға санкциясы дәл бүгін емес. Біз оның уақытында кесіп, пішіп айтып қойдық. Америка Орта Азияға қашан санкция салады? Орта Азияның қаншер диктаторларына Америка қашан құрық салады? Ол дәл осы соғыс аяқтаған күннің ертесінде болмақшы. Сондықтан дәл қазір Украина менен орыстың ортасындағы соғыс шешуші сәтке келіп тұрған сәтте, әзірдің өзінде орыстар жаулап алған жерінен шегінбей, тапжылмай, табанды түрде Украинамен соғысып жатқан сәтте, батыстың өзі Украина мен орыстың соғысын енді дүниежүзілік соғысқа айналып кетуі мүмкін деп қауіптеніп отырған сәтте, Орта Азияның диктаторларын шақырып алудың мәні мен мақсаты бөлек. Біріншісі, бұл Орта Азия диктаторларының C5+1 жиналысы осы кеше бүгін жоспарланған емес. Ол бұрынғыдан бар формат. Бұл біріншісі. Екіншіден, Америка мен Еуропа үшін алған кезде Орта Азия әлі де Ресейдің губерниясы. Америкада, Еуропада бір нәрсені анық түсініп отыр. Орта Азиядағы диктаторлардың барлығы дерлік Путиннің қуыршақтары. Сондықтан оларды Путин құламайынша оларға қазірше тисе тұрмау керек деген саясатты Америкада, Еуропада ұстанады. Сондықтан былайғы қазақ Байден мен 5 диктатордың кездесуінен көп үміт күтпей-ақ қойсын. Ол деген сөз уақыт сағаты әлі толған жоқ. Уақыт сағаты әлі толған жоқ. Әрине, олар Орта Азияның диктаторларының бетіндегі маскаларын жыртып, Путиннің құшағына ашық-ашқере кіріп кеткеннен гөрі, қазіргідей өтірік демократ болып, өтірік нейтрал тұрғансып, өтіріктен Орыстан да қорқатын, Қытайдан да қорқатын, бірақ батысқа жақындағысы келетін, осы сайқал саясатын ұстанып тұра тұрғысы келеді. Ал олардың арамзалығын, олардың қанішерлігін, әсіресе Тоқаевтың күні кеше қаңтарда қолы қанға малынғанын батыс баяғыдан ақ біліп отыр. Оны білгізіп те қойдық, жеткіздік те, дәлелдедік те. Бірақ олар Путин құрмай, Ресей тасталқан болмай, Орта Азияға қазірше келіге қоймайды. Осы жолғы жиналыс туралы біздің айтатынымыз осы. Және көп жұрт біз қалайық, қаламайық, ұнатайық, ұнатпайық, бір нәрсе екі бастан анық. Тіпті Украинадағы осы жолғы соғыстың өзінде кеше ғана біз Зеленскийдің Біріккен ұлттар ұйымындағы жиналысқа кірердің алдында жариялаған твиттерін аударып отырып сіздерге жарияладық. Онда не деді? Біреулер құпия түрде қандай да бір ымыралар жасағысы келеді. Мен бүкіл дүние жүзін сақтандырғым келеді. Бұл әлемдік соғысқа айналуы мүмкін деген мағынада тұр. Тағы бір сөзінде не дейді? Егер Путиннің сөзіне сенуге болама, болмайма деп бәстесу керек болса, онда Пригожиннен сұраңдар дейді Зеленский. Демек, Ресейге орай берейік. Ресей егер уәде берсе, осы соғысты тоқтатайық деген сияқты қандай да бір Ресейге сатылғандардың жаңағы күңкілі Біріккен ұлттар ұйымы жақтан шыға бастаған көрінеді. Немесе
бейне Зеленскийді Америкадағы 60 минут бағдарламасы одан сұхбат алғанда сұрайды. Сіз жаулап алған территорияңызды беріп, Ресеймен бейбітшілік келісімге келуге қалай қарайсыз дейді. Зеленский айтты: мен кеше ғана бәленбай генералдың олардың жесір қалған әйелдеріне еңбек сіңіргендіктері туралы сыйлықтарды тағайындап жүздестім. Енді мен оларға: сіздердің жұбайларыңыз текке қан төкті, текке өлді. Біз бұл орыс жаулап алған жерді бәрібір орысқа беретін болдық деп айтамын ба деп жауап берді. Яғни Зеленскийдің бұл арадағы позициясы екі бастан анық. Ол ешқашан орыс жаулап алған жерді алмай, соғыс аяқтамайтынын айтып отыр. Енді бұл арада бір нәрсе бар. Қытайда, тағы басқалар да осы мәселені бейбіт жолмен шешейік дегендегі бар мақсаттары орыс жаулап алған қазіргі Украин жерін, әсіресе Қырымды сол күйі орыстың жері деп мойындап соғысты тоқтатсақ дейді. Оған кімдер мүдделі? Әрине Қытай мүдделі, және орыс мүдделі, және Қытай мен орыстың қуыршақтары мүдделі, орыстан ақша жасап отырған, орыстың мұнай газынан табыс тауып отырғандар мүдделі. Тіпті ең сорақысы Қаныш Тоқаевтың өзі бұл жолғы дағдарысты дипломатиялық жолмен келіссөз арқылы шешейік дейді. Келіссөзге ол ешқашан Ресейде келіспейді, Украинде Зеленскийде келіспейді. Мына жаулап алған жерді алмайынша украиндерде тоқтамайды, ал жерді беріп қойып Путинде қарап отырмайды. Демек Тоқаев бұл арада Путиннің сәлемін жеткізіп отыр, немесе Ши Цзиньпиннің сәлемін жеткізіп отыр. Путин де Ши Цзиньпин де ол анық түрде осы соғысты дипломатиялық жолмен шешейік деген сөзді айтқанымен, анығында орыс ресми контролдап отырған, шын мәнінде орыс контролдап отырған жерді орыс ұстап қалсын, сонымен соғыс бітсін дегісі келеді. Бірақ қалай болмасын, бір жағымды нәрсе Ресейдің күннен күнге құлдырағаны, Қытайдың күннен күнге әлсірегені, Орта Азияның 5 диктаторының Америкаға келгенде, Американың оларменен екі жақты қарым-қатынасты дамыту, болашақта Орта Азиямен болатын қандай да бір саяси және экономикалық байланыстарды дамыту туралы сөздерінен кейін, бұл диктаторлар бәрібір Америкадан қашып құтылмайтындарын анық сезінді. Америкадан қашып құтылмайтындарын анық сезінді. Алдағы уақытта бір жылымық саясат жүруі мүмкін, әсіресе Қазақстанда. Себебі Қазақстанда енді саяси белсенділерді жаппай қудалау, тұтқындау сәлге болса да босаңси тұруы мүмкін. Бір көз алдайтын жылымық, жалған жылымық саясат уақытша болса да жүре тұруы мүмкін. Себебі Тоқаев сол арқылы өзінің Америкаға барып қайтқаннан кейін демократияға жақындағандығын көрсетіп, америкалық саясаткерлерге өзін демократияға біртіндеп жақындаушы қылып көрсетуге тырысуы бек мүмкін. Осы жолғы кездесулер, Нью-Йорктағы осы жолғы оқиғалардың жалпы түйіні осы. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серікжан Біләшұлы.